Сәлем достар, мен бүгін 20 ақпан күні жұмыста отырып, әдеттегідей YouTube сайтын ашқанымда қатты таң қалдым. Шок болдым десем де артық айтпаймын. Рекомендация, яғни ұсыныс видеолар бөлімінде менің арнама өте қатты ұқсайтын аты және белгісі бар арнаға тап болдым. Кіріп қарасам, толық менің каналымның атының ұрлануы. Сәлем Social Media командасына жалынды сәлем. Түсініп отырғаныңыздай, оны жасаған Сәлем Social Media және сол каналдың жүргізуші Алдияр Жапархан. Қарасам, олар 19 ақпан күні өздерінің бірінші бейнеролигін жүктепті. Ал канал небәрі 7 күн бұрын құрылған, яғни 13 ақпанда. Фейсбуктегі парақшасына сүйенсек, Сәлем Social Media өзін жастарға арналған әртүрлі проектілер шығаратын команда деп таныстырады. Доп ойнаған азар атауымен мен арнама қаңтардың 6-сынан бастап бейнероликтер жүктей бастадым. Ал бұл атаудың өзін мен желтоқсанның ортасынан бастап ойлап жүрдім. Көп ойланып, толғанып, YouTube'тегі қазақ тіліндегі футболмен байланысты барлық арналарды шолып шықтым. Басқалардан өзгеше, креативті бір ат ойлап тапқым келді. Ойыма бала кездерімнен білетін мақал түсті. Асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар, бәрінен де қой бағып қозы өсірген озар, немесе көтен жеген озар деп те айтады. Өзіме Эден Азардың да ойыны ұнайтындықтан оның атын екі түрлі мағыналда қолдануды шештім. Одан бөлек мен Goal.net немесе Партия Драгба каналдарының жалынды жанкүйерімін. Және де арнаның атауына шабытты сол арналардан алдым. Оны айқын мойындаймын. Алайда мен ол арналардың ешбір атын немесе видеоларын көшіргем жоқ. Дәл мен сияқты ойлап, тура сондай атауға басы жеткен деген нұсқаға мен сеніңкіремеймін. Дәл солай болатын болса, фантастика жанрының бір оқиғасына ұқсайды. Олай болғанның өзінде менің арнамнан 1,5 ай уақыт өткен соң, олар өз арнасын шығарды. Ақыл есі дұрыс пікірлі адам үшін оның плагиат екені айдан анық. Демек, Сәлем Social Media командасы толықтай арнамның атын көшіріп алған. Тек латын әріптермен жазған. Мысалы, сіздің атыңызды латын әріптермен жазса, мағынасы түк өзгермейді ғой. Сол сияқты. Қорытындыласақ, мен Сәлем Social Media деген ұйымның толық менің арнамның атын көшіріп алды деп есептеймін. Бұған дәлел ретінде олардың видеосының астында көптеген комменттерді келтіруге болады. Мінекей солар. Бұл таза плагиат және құқық бұзушылық. Плагиаттың көп түрлері бар. Солардың ішінде шығармашылық идеяларды ұрлау. Бұлай жасау дұрыс емес. Егер сол ұйымның мүшелері, арнаның авторлары осы видеоны көріп отырған болса, олардан сұрайтыным, арналарының атын ауыстырыңыздар. Достар, сендердің осы туралы ойларың маған өте қызық. Сендер бұндай жағдайда не істер едіңіз? Сіздің каналыңыздың атын басқа біреулер толық көшіріп алған болса, бұл жағдайда сендердің қолдауларыңыз қажет. Мүмкін біреулеріңіз мықты ой айтатын шығар, не істеу керек екендігін. Осымен мен сіздермен қоштасамын, сау саламатта болыңыздар.